Мінекей қазір мен өзім кішкене ауырып қалдым, мүмкін сол стресстардан. Енді 4-ші емхана мұнда қайтадан мен олардың кол орталықтарына хабарластым. Қайтадан олар маған айтып жатыр, слушаю вас деп. Автоинформаторлар екі тілде тұр. Сосын маған орысша айтып жатыр, слушаю вас деп. Сосын неге сөйтіп айтып жатырсыздар десем, сізге не керек, сізге не керек, сізге не керек. Мінекей. Қайтадан бүкіл республикаға таратыңыздар. Осы поликлиниканың несін, басшысының кетуін талап етем. Мінекей, сенбі күні ғана шу шықты ғой, бүкіл республикаға тараттым. Сейтқазинов орнынан кет, Байханов кет орнынан, не поликлиниканың басшысын кетіріңдер. Солай, маған енді көмек жоқ. Мен жатырым. Маған өте жақсы емес, соны қазір маған машина келеді. Соны айтайын дегем, маған қай дәрігерге жазду керек, осындай жағдайым деп. Бірақ та мінекей осылай болып жатыр. Мені енді қазақ тілін болдырмас үшін мендейлерді өлтіруге тапсырма берген шығар Байханов пен Сейтқазинов 4-ші поликлиниканың бас дәрігеріне, директорына. Таратыңыздаршы, достарым.